Үббе қаласында болған Аманқұл. Қазақтар бұрынғы бабаларының айтып кеткен әрбір түрлі ертектерінен естіп, үббенің суда болатындығын біліпті. Бағзы уақытта адамдар суда жүргендерінде қорқыныш бола қалса, маған тиме деп айқайлайды екен. Өткен заманда бір қалада Аманқұл атты кісі болыпты. Аманқұлға қатыны тамақ пісіруге су жоқ деген соң су алып келейін деп қолына шелек алып дарияға келіп, шелегін толтырып, өзі салқындайын деп суға түссе, үббенің жасауылы тез келіп су түбіне тартып кетіпті. Аманқұлды су түбіндегі үббенің қаласына апарып келіп, үббенің отыратұғын ордасының алдына қойып, жасауыл ішкері кіріп, қолын қусырып, үббеге сәлем беріп айтыпты. Тақсыр, бұйрығыңыз бойынша Аманқұлды алып келдім депті. Үббе айтыпты, жарайды, оны мұнда ішкері кіргіз деп. Мұнан соң жасауыл қайта шығып, Аманқұлды патшаға алып жүргенде айтты. Ішкері кіргеніңде қолыңды қусырып, патшаға сәлем бергейсің деп. Аманқұл сәлем беріп патша ордасына кірсе, үй тола отырған адамдарды, олардың ортасында отырған ұзын сақалды, қабағы жабылған қара кісіні көреді. Бұл қара кісі үббенің өзі екен. Аманқұл үббенің бірнеше жыл қызметінде болып, ақырында кезекті қызметті жаққаны үшін үббе Аманқұлды уәзір етеді. Оның қызметінің жаққан себебі бұл үббе қаласын харап қылатұғын бір айдаһар жылан бар еді. Ол жыланға әр күнде бір адамнан шекпен беретұғын еді. Бір уақытта шек үббенің баласына түседі. Үббе оған көп қайғыланып, баласын құтқаруға ешбір айла таба алмапты. Сонда Аманқұл, сіздің балаңыздың орнына мен барайын деп, қолына өткір алмас қылыш алып айдаһарға кетті дейді. Аманқұл барып айдаһардың келетұғын жолына отырыпты. Мына айдаһар жаңбырлатып, қарлатып келіпті. Сол уақытта Аманқұл алмасын қолына кісесінен ұстап отырыпты. Айдаһар келе Аманқұлды жұтқанда, алмас қылыш оны ортасынан екі бөліп кетіпті. Аманқұл саламат қалаға қайтып келіп, айдаһардың өлтіргендігін қала халқына айтқанда, олар нанбайды. Енді қала халқына бәле болады ғой деп, екі адамды анығын білмекке жіберсе, айдаһар ортасынан екі бөлініп жатыр екен. Жіберген адамдарының біреуі қалаға келіп, айдаһарды өлтіргені рас екен деп, үббеден сүйінші сұрапты. Мұнан соң қала халқы бәледен құтылғандарына той етіп, көп тамаша қылған дейді. Аманқұл жақсы адамның санатына кіріп, патшаға уәзір болыпты. Үббенің бір уәзірінің Қарашаш деген сұлу қызы бар еді. Аманқұл осы қыздың әдемілігіне асық болыпты. Қыз да Аманқұлдың ерлігін көріп, бұған асық болыпты. Осы екеуі бір-біріне ғашық болып, қосылудың ешбір амалын таба алмай жүріпті. Бір күні патша Аманқұлды шақырып алып айтыпты. Аманқұл не мақсат болса да сұра қабыл етейін дейді. Сонда Аманқұл айтты. Тақсыр, менің екі тілегім бар. Біреуі елге қайтпақ, бірі сіздің уәзіріңіздің қызы Қарашаш сұлуды алмақ. Сонда үббе айтыпты. Екі тілек бір көңілге сыймайды, біреуін ғана ал дейді. Аманқұл, Қарашаш сұлуды алып берсеңіз, еліме баруды қояйын депті. Үббе мұның тілегін қабыл көріп, уәзірін шақыртып алып, Аманқұлға қызыңды бер деп бұйрық етеді. Уәзір, жарайды тақсыр, қызым қаласа мен қабыл көрдім дейді. Үббе сұратса, бұрыннан ғашық болып жүрген қыз қабылым бар депті. Мұнан соң бірнеше күн той тамаша қылып, Қарашаш сұлуды Аманқұлға неке қиып қосқан дейді. Аманқұл Қарашаш сұлумен қосылған соң бірнеше жыл үббенің қызметінде болып тұрады. Бір күндері Аманқұлдың есіне баяғы қатын баласы түседі. Менің бұл жүргенім дұрыс емес, кісі елінде сұлтан болғанша өз елімде ұлтан болған артығырақ деген сөз бар еді ғой деп, сөйтіп Аманқұл еліне қайтпаққа ниет етсе, қайтып қайтарарының лажын таба алмай көп қасіреттен бірнеше уақыт өткізеді. Аманқұл Қарашаш сұлумен тату-тәтті тұрып, оны жақсы көрсе де, Қарашаш сұлу бұған бір сандығының кілтін көрсетпейтін екен. Бұған Аманқұл қайран болып, сол кілтті қолына түсіре алмай жүретін. Бір күні Қарашаш сұлу бір жаққа қонаққа кеткенде, кілтті ұмыт қалдырып, Аманқұлдың қолына түсіпті. Аманқұл сандықты ашып қараса, сандықтың ішінде бір көк шыбық бар. Онан басқа еш нәрсе көрінбейді. Аманқұл бұл көк шыбықты көріп, не қасиеті бар екенін білмей, таңданып, қайтадан сандық ішіне салып, кілтін орнына қойып қойыпты. Аманқұл еліне қайтпағанын ойлап, Құдай тағалаға сиынып жатса, түнде бір қара кісі басына бір ақ сәлдесі бар келіп айтады. Ей балам, қапа болма, мынау сандықтағы көк шыбықты алып, бісміллә деп жерге ұрсаң, аман есен үйіңе барасың. Мұнан соң Аманқұл ұйқысынан шошып оянып, Құдайға бозғасқа айтып, қолына көк шыбықты алып, бісміллә деп жерге ұрғанда, Құдайдың құдіретімен баяғы өзінің суға түскен жерінен шығыпты. Аманқұл қараса, киімі шешкен жерінде шелегі суға толы бойынша тұр екен. Аманқұл киімін киіп, шелегін алып үйіне келсе, жамағаты жаңа ғана ас қылмаққа даярланып тұр екен. Аманқұлды көрген уақиғаларын жамағатына айтса, жамағаты нанбапты. Арасында аз уақыт өтті ғой деп. Аманқұл бақытты болды. Оның үшін баяғы көк шыбықтың көп қасиеті бар екен. Бісміллә деп жерге соқса, не тілеген нәрсесі болса да әзір болады екен. Аманқұл ақырында сол қаланың патшасы болып, бай болып, барша мұратына жетті дейді.